Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай желінбей қалған жемістерден дәмді десерт жасайтын боламыз. Кез келген жемісімізді, желінбей қалған жемісті осылай сыртын керек емес бөліктерін алып тастаймыз. Таза бөліктерін кішкене бөліктерге төртбұрышты етіп кесеміз. Бананның да қарайған жерлерін алып тастап, таза жерін бөліктерге бөліп аламыз. Құрметті достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Себебі менің каналымда өте оңай, қолжетімді және ешқандай затты ысырап етпей, барлығын пайдаға асыратын рецепттер өте көп. Сондықтан менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Жарты мандаринімізді кесіп алдық. Бұл мандаринде сырты ашылған, кеуіп қалған мандарин. Одан кейін 4 штук жүзімді ашып, ішіндегі сүйектерін алып тастаймыз. Оны да кесіп аламыз. Негізінен осындай жемістер көбінесе қонақтар кеткеннен кейін қалады ғой, осындай жемістер. Солардың барлығын лақтырмай, пайдаға асырып, осылай балаларыңыздың жемеген жемістерін осылай турап қайтадан берсеңіздер, балаларыңыз ғана емес, өзіңіз де балаңызбен қосып таласып жейтін боласыз. Және осылай жарты емес, жартыдан да кішкене ғана анарымызды ашып тазалап аламыз. Кез келген жемістің түрін пайдалансаңыздар болады. Қанша жесенде жалықтырмай жей беретін нағыз. Кешкі астан кейін жесеңіз тіптен керемет. Одан кейін йогуртымызды қосамыз. Егер көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, дүкеннің тәтті айранын алсаңыздар болады. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Ас болсын.